Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, үшінші секцияның жұмысына кіріспес бұрын бүгінгі конференциямыздың арнайы шақырылған құрметті меймандарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Омарова Гүлзада Нұрпейісовна, Күләш Байыстова атындағы Қазақ ұлттық университеті ғылыми орталығының басшысы, музыкатану және композиция кафедрасының профессоры, өнертану ғылымының докторы. Нұртаза Раушан Сабыржанқызы, Күләш Байыстова атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми шығармашылық және халықаралық ынтымақтастық бойынша проректоры, музыкатану және композиция кафедрасының профессоры, өнертану кандидаты. Байбек Айгүл Қыдырғалиқызы, этномузыкатанушы, өнертану кандидаты, қауымдастырылған профессор, доцент ВАК, Күләш Байыстова атындағы Қазақ ұлттық университетінің музыкатану және композиция кафедрасының профессоры. Келесі қонағымыз Ибрагим Дана Тұрғыновна, Күләш Байыстова атындағы Қазақ ұлттық университетінің дарынды балаларға арналған арнайы мектеп-интернаты, музыка теориясы және оркестрлік дирижерлеу ПЦК мұғалімі, өнертану магистрі, PhD докторант, педагог зерттеуші. Серикова Алтынай Ғалымқанқызы, Күләш Байыстова атындағы Қазақ ұлттық университетінің мәдениет және өнер саласы бойынша ғылыми әдістемелік ресурстық орталығының кіші ғылыми қызметкері. Құрметті әріптестер, Абай және Тәттімбет рухани үндестік пен дүниетанымдық жалғастық атты секциямыздың жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Уважаемые коллеги, дорогие участники, разрешите открыть работу секции Абай и Тәттімбет «Духовное созвучие и мировоззренческая преемственность». Желаю всем продуктивной работы. Уважаемые спикеры, просим соблюдать регламент выступления. 5-7 минут на доклад. Алғашқы баяндамашымыз Спабекова Рымқұл Ахметжановна, Қарқаралы қалалық балалар өнер мектебінің директоры. Баяндамасының тақырыбы Абай мен Тәттімбеттің музыкалық мұрасындағы рухани үндестік пен жаңашылдық. Қайырлы күн, құрметті секция жұмысына қатысушы қонақтар, әріптестер. Абай мен Тәттімбеттің музыкалық мұрасындағы рухани үндестік пен жаңашылдық тақырыбындағы баяндаманы бастауға рұқсат етіңіздер. Ұлттың тілі мен ділі, салты мен дәстүрі, сондай-ақ ұлттық музыкасы ұлттың дара болмысты ұлт екендігінің айғағы. Қазақ ұлты өзінің ауыздан ауызға, әкеден балаға, ұстаздан шәкіртке, өткеннен болашаққа беріліп келген ұлттық нақышына иені қанған әні мен күйі, жыры мен термесі арқылы өзге ұлттардан әркез тұғыры биік тұрары хақ. Музыка өнердің ұлттық тілге, мемлекеттік шекараға бөлінбейтін жанры. Алайда барлық өнер туындылары тәрізді музыкалық шығармалар ие болады. Айтарлықтай тереңде жатады десек, мәдени ғылыми, философиялық, дүниетанымдық мұрасы бар тарихи аңыз тұлғалардың бірі ғұлама ойшыл ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде өшпес із қалдырған Абай Құнанбайұлы мен Шертпе күй орындау мектебінің негізін қалаушылардың бірі күйші композитор, халық аспаптар музыка өнерінің классигі Тәттімбет Қаңқапұлы. Қазақ халқының музыкалық өнерінің көрнекті өкілдері Абай мен Тәттімбет бабаларымыздың асыл арманы, аңыз қиялы, көкейкескен ашық мақсаттары бір, толғауы 90 қызыл тілге пара-пар, көңіл сазын, мұңлы өмірдің жұбанышын бірі әннен, бірі күйден іздейді.
Отыр үнсіз жасабай, ұйып тыңдап, сүйсіндірді ойлы күй, сыйлы сымбат, жүрегіне отты ұшқын түсіргендей, мұңын шындап сергіткен. Сыры қымбат деп, ақын Тәттімбет Салықов өзінің Тәттімбет поэмасында жас абайдың Тәттімбет күйлерін бала кезінде беріле тыңдағанын, көкейіне нұрлы сезімдер тұнған мезеттерін ретті келтіріп, әдемі жырлаған. Бұл тарихи ақиқат. Бұл өлең жолдарынан ұлыларымызбен ұштасып жатқан тарихи шындықтың бір ғажайып көрінісін көреміз. 1848-30 жылдар кезіндегі орталық Қазақстанда өткізіліп отырған ең ірі маусымдық сауда орны еліміздің әлеуметтік саяси мәдени өміріне өзгеше бір леп әкелген оқиға қоянды жәрмеңкесі. Талай көптеген ақындардың, палуандардың, халық циркі әртістерінің, әншілердің өнерлерін тамашалайтын мәдени орынға айналды. Қоянды жәрмеңкесі кейін қазақ өнерінің шоқ жұлдыздары атанған Әміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Иса Қажымқан, Палуан Шолақ, Абай Құнанбаев сияқты атақтыларды халыққа танытты. Сонымен қатар Қоянды жәрмеңкесінде бір туар талант иелері Майра, Әміре, Қали, Қажымқан, Тәттімбеттер өнер көрсеткен. Сонымен қатар айта кетерлік бір тарихи жағдай бұл осы Қоянды жәрмеңкесінде Тәттімбет Малқара қыз мен күй айтысына қатысып, сол жерде бірінші рет сылқылдақ күйі жарыққа шыққан екен. Сол сылқылдақ күйімен Тәттімбет жеңіске жеткен болатын екен. Асыл әулет ел билеген Ақсүйектер отбасында дүниеге келген Тәттімбет Қазанғапұлының руы Қаракесек, ағасы Қаз дауысты Қазбек бидің немересі Алшынбай Құнанбай әулетімен татуластығы, қос тұлғаның ел басқару ісіне араласқаны, бірі Тәттімбет Қазанғапұлы Қарқаралы округіндегі Нұрбике Шаншар болысында 1842-45 жылдар аралығында болыс болса, ал Абай Құнанбайұлы әкесінің жанында жүріп, ел басқару ісіне араласқан. Сол кезеңдердегі ел ішіндегі орын алған оқиғалар мен құбылыстарға сын көзімен қарап, туындыларында саяси әлеуметтік көзқарасты аңдататын ортақ тақырып, рухани үндестік Абай мен Тәттімбеттің тарихи болмысын аша түскендей. Тәттімбет Қазанғапұлы қазақ халқының аспапты музыкасында қоңыр күйлердің дәстүрлерін қалыптастырып, тұтас бір мектептің орнығуына мұрындық болған ұлы күйші. Күйшілік өнер Тәттімбеттің ата тегінде болған. Алғашқы ұстазы әкесінің інісі Әли. Өнерін жетілдіре келе Тәттімбет қазақ даласындағы дәулескер домбырашылардың біріне айналады. Тәттімбеттің 40-тан аса күйі бар, білесіздер. Атап айтсақ, Саржайлау, Қосқосар бірнеше түрі, Сылқылдақ, Бұлқылдақ, Көкейкесті, Бозторғай, Қаражорға, Көш жанаған тағы басқа Тәттімбет Қазанғапұлының күйлеріне терең философия, сұлу лирика тән. Тәттімбеттің жанында оның талантын, шығармашылығын құрметтейтін дұғалар Шоқан Уәлихан, Абай Құнанбаев, Варнава Ботов сол кезде Қоянды жәрмеңкесінің негізін қалаушылардың бірі болған, және де басқа әншілер болған екен. Музыка саласында өшпестей мұра қалдырған ұлы ақын Абай әндері 8 қырлы, бір сырлы. Бұрынғы Сахара композиторларының әндерін қайталамайтын сезім тереңдігімен тоғысқан философиялық тамылжыған лирикаға толы. Қазақ музыкасының көрнекті қайраткерлері Абай мен Тәттімбет өз ән күйлерінің бірінші орындаушысы, оны таратушысы. Абай өз әндерін домбыраға салып, халық арасына таратқан. Өзінің өлеңдерін, қара сөздерін қағаз бетіне түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыка жөнінде оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезеңде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді. Халықтық музыка ауызекі дәстүрі қалыпты. Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа халықтық күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып жетті. Абай Құнанбайұлының әндерінің өзгешелігі мелодиялық мазмұнының ашықтығында болса, Тәттімбет Қазанғапұлының күйлері ойлы күйлер, мұңға, философиялық толғамдарға толы күйлер. Тәттімбеттің күйлерінің музыкалық тілі көңілге қонымды, оңай жатталғанымен орындауға қиын, күрделі болып келеді. Өзінің ерекше орындаушылық мектебін қалыптастырған шертпе күйдің атасы болған ұлы дарын Тәттімбеттің Саржайлау, Көкейкесті күйлерінде табиғат пен қоғамның болмысы, бітімін ғана сипаттап қоймай, азаттық мұңын
тебіреніске толы шығармалар. Ал абай әндерінің сөзі мен музыкасы біте қайнасып жатқандықтан, өзіне кейінгі қазақтың халық әндерінше орындаушының басқа әндердің мотивіне салып орындауына келмейтін болған. Абай дарынды композитор, өзінің нота сауаттылығынан хабары болмаса да, ән шығару ісінде айтарлықтай жаңалықтар тудырды. Тәттімбет күйлерін сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізушілердің бірі. Інісі Жақсыбек болса, балалары Исатай, Қысатай, Мұсатай, сонымен қатар Шынтемірі, Ғаббас Айтбаев сынды домбырашылар болған. Ал Абайдың музыкалық мұрасын кеңес үкіметі тұсында ғана жинақтап нотаға түсірген, білесіздер 1927 жылы қазақ әндерін жинаушы, зерттеуші Александр Затаевич болған. Абай мен Тәттімбет шығармаларындағы ортақ тақырып, ортақ үндестік, ол қазақтың кең даласы мен оның сұлу табиғатты суреттейтін лирикалық сарындар, ғибратқа толы, жүрекке жылы тиер әуендер, терең философиялық түйіндермен астасып жатуда. Қазақтың музыкалық өнерін дамытып, өзіндік ерекше қолтаңбаларын мұра қылып қалдырған ұлы Абай ән шығармашылығында жаңалық ашса, ұлы күйші Тәттімбет Серікбек күй орындаушылықтың негізін ашқан қос аңыз туған есімдері енді барда асқақтан береді сөзсіз. Құлақтан кіріп бойдалар, әсемнен мен тәтті күйдер. Ұлы ақын Абай бабамыз жырлағандай, ән күйімізді, мәдениетімізді, өнерімізді сүю, құрметтеу, кейінгі жас буынға жеткізе насихаттау басты міндетіміз деп санаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз болса, қойыларыңызға болады. Рахмет. Это еще прошлое. Следующий наш докладчик Наталья Анатольевна Ро, преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств имени Абдуллиных. Тема выступления: влияние Абая Тәттімбета на формирование национальной идентичности будущих поколений. Можно, да, говорить? Шелемет Сизбе, здравствуйте. Проблема формирования национальной идентичности занимает центральное место в современной гуманитарном знании, особенно в условиях глобализации, когда молодежь сталкивается с расширяющимися возможностями самовыражения, но одновременно с риском утраты культурных корней. Для Казахстана, обладающего богатым духовным наследием, ключевым ориентиром остаются труды и творчество, наследие великих мыслителей, вклад которых простирается далеко за рамки своего времени. Среди них особое место занимают Абай Кунанбаев и Тәттімбет Казангапулы. Две фигуры, выражающие различные, но взаимодополняющие аспекты казахского духовного мира: философско-этический и музыкально-эстетический. Оба мыслителя, жившие в разные периоды XIX века, олицетворяют собой образцы национального самосознания, нравственного поведения и культурного преемства. Их наследие формирует ценностную базу, которая может служить основой для воспитания будущих поколений казахского народа. Основная цель данной работы – определить вклад Абая и Тәттімбета в развитие национальной идентичности, выявить их педагогическую значимость и предложить методические подходы к интеграции их наследия в образовательном процессе. Национальная идентичность трактуется как осознание личностью своей принадлежности к определенному этнокультурному сообществу, разделение его ценностей, норм и традиций. В педагогике национальная идентичность рассматривается как многокомпонентная структура, включающая когнитивный компонент – это знание языка, истории, культурных символов, эмоционально-ценностный компонент – это уважение к своему народу, чувство гордости и сопричастности, поведенческий компонент – это готовность сохранять и развивать культурное наследие. С этой точки зрения наследие Абая и Тәттімбета представляет собой уникальный источник, воздействующий на все уровни структуры идентичности. Абай формирует философско-нравственные ориентиры, а Тәттімбет
эмоционально-эстетическую сферу через домбровую культуру и образное мышление Кюйши. Абай выступал как реформатор духовного сознания казахов, стремившийся создать общество, основанное на знаниях, честности и трудолюбии. Его слова назидания являются источником нравственного воспитания, затрагивающим вопросы ответственности, образования, человеческого достоинства, любви к родине. Взгляд Абая на образование как на главный путь развития нации остается актуальным в 21 веке. Он подчеркивал, что человек есть то, к чему он стремится, формируя мотивационную основу национального самосознания. Указание Абая избегать пустословия, злобы, зависти и стремиться к добродетели создают культурный код, направленный на воспитание духовно зрелой личности. Анализируя опыт Востока и Запада, Абай формировал модель казаха нового типа, открытого миру, но укорененного в своей традиции. Это важный ориентир в эпоху глобальной мобильности. В образовательной системе Казахстана творчество Абая используется в различных аспектах. Формирование критического мышления через анализ слов назидания. Воспитание патриотизма на основе его философско-этнических идей. Развитие языковой культуры, поскольку язык Абая является эталоном литературного казахского языка. Таким образом, Абай выступает мощным фактором формирования национальной идентичности молодежи, как через систему образования, так и через культурную политику государства. Татимбет – выдающийся народный композитор, Кюйши – один из основателей Центрально-казахстанской школы, исполнение кюев в стиле шертпе. Его кюи отличаются особой лиричностью, философской глубиной и тонкостью интонации. Исследователи подчеркивают, что в творчестве Кюйши проявляется эмоционально-образный код казахской культуры. Главной особенностью его творчества, важной для формирования идентичности, это эмоциональная выразительность, формирующая чувство сопричастности к истории и природе родного края. Мелодическая образность, развивающая эстетический вкус и художественное мировосприятие. Философичность, позволяющая воспринимать музыку как форму познания мира. Кюи, сайжайляо, какикисты, бастыре являются не только музыкальными произведениями, но и своеобразными историко-культурными хрониками казахской жизни. Музыка в традиционном казахском обществе всегда выполняла функцию передачи опыта, укрепления социальных связей и формирования чувства общности. Творчество Татимбета способствует развитию у молодежи эмпатии к культурному наследию, укреплению национального самосознания через искусство, формированию культурной преемственности, необходимой для гармоничного развития личности. Для эффективного формирования национальной идентичности средствами наследия великих мыслителей предлагаются следующие методические принципы. Это культуросообразность, обучение строится с опорой на традиционные ценности. Деятельный подход – это учащийся становится активным сопоставляется с жизненным опытом гуманитарных знаний. Это философия, литература, музыка, изучаются взаимосвязанные. Наследие Абая и Татимбета таким образом оказывает глубокое и многостороннее влияние на формирование национальной идентичности будущих поколений. И Абай и Татимбет продолжают выполнять роль духовных наставников, влияя на мировоззрение и идентичность молодежи даже спустя столетия. Спасибо большое. Спасибо, Рахмет. Есть вопросы? Спасибо вам. Продолжим следующее выступление. Спасибо, Рахмет. Келесі баяндама бұл бірлескен баяндама
Қадырберлина Роза Мұсыралиевна мен Ахметжанова Арай Төлеуқызы Қарағанды жоғарғы гуманитарлық колледжінің оқытушылары. Тақырыбы Абай және Тәттімбет рухани жалғастық. Роза Мұсыралиевнаға сөз беріледі. Бүгін Арай Төлеуін алып қалды. Сол себепті тағы да сөз. Ең негізінде Қарағанды гуманитарлық колледжде дәріс қойып менің тақырыбым Абай мен Тәттімбеттің үйлесімдері. Қазақ халқының тарихында 19 ғасыр тұғырлы тұлғалар танылған айрықша кезең болып табылады. Ресейдің отарлау саясатына тізгінді толық ұстата қоймаған ел жақсылары ұлттық болмыстың дамуына, өнердің өркендеуіне, бодандық қоғамға қарсы күресе отырып жол ашты. Ата-бабадан аманат болған қазақи құндылықты сақтай отырып, керемет дәстүрдің қырларын шыңдау арқылы өзінің өмірінің өнерін өзгеге паш ете отырып, таң қаларлық деңгейге көтерді. Осы жерде ақындар, әншілер, күйшілер, бишілер, балуандар өмір сахнасында көптің көзіне түсті. Бұл топқа балуандардың да енгізу себебіміз ұлттың ұлы тұлғасы балуан Шолақтың негізі Асан Шәкірт қойған аты Нұрмағамбет Битабар балуанға күресте өнердің бір төресі, жетік біл айналасын, табанын таймасын деп берген батасы негіз болады. Қазақта мықтының түбі бірлікте, тізгіні тірлікте дейтін мақал бар. Алты арыс алашқа танылған тұлғалар бірін-бірі жақсы білген, тұрақты түрде қарым-қатынаста болған. Танысып білісу үшін іздеп баруды да дәстүрге енгізген. Кішісі үлкеннің батасын алатын болған. Мәселен, Шабанбай бидің Аллаға жағатын азаның болсын, халыққа жағатын қазаның болсын, судай таза бол, жердей берік бол, маңайың суат болсын, ісің мен сөзің еліңе қуат болсын деп Жаңғықтыға бата берді. Ал Жаңғықтының оған айтқан жауабы: жанарың отты екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлылдығың шығар, көзің қырағы, сөзің салмақты болсын, халқыңның қалаулы азаматы бол деп бата беруі біздің пікірімізді айғақтай түседі. Осыдан туындайтын ой замандас болған тұлғалы өнерпаздардың ойы мен мақсатының ісі мен сөзінің мазмұны жағынан да, маңызы жағынан да үйлесім тауып, сабақтасып жататындығының ақиқаттығы. Сондай тұтас тұлғалардың санатына Абай мен Тәттімбет жатады. Десек те, екі алыптың арасында айтарлықтай жас айырмашылығы бар екендігі белгілі. Әрине, бәлкім Абай 19 ғасырдың ортасында өмір сүрген, 1845 пен 1904 жылдары оның өсірі, танылуы, ақындық әлеміне биікке көтерілуі, халыққа жөнделуге, дүниелерге әкелуі аталмыш ғасырдың соңғы жартысына жүзеге асқан. Ал Тәттімбет болса, бұл ғасырдың алғашқы жартысында өнерімен көпке танылған. Жас жағына қарасақ, негізінде Абайдың әкесі Құнанбай мен Тәттімбет екеуі замандас болған. Екеуі деректерге қарасақ, Әлкей Марғұланның бір дерегі, ол суретке түскен екен. Тәттімбет жанында Құнанбай Абайға екен. Бұл сурет қазірде сол Абайдың музейінде сақталған, солай Әлкей Марғұланның сондай дерегін тауып оқыған еді. Тәттімбет онда шекпе бидің шебері болған, сазгер ретінде танылып, әсем күйлерінің көптің құрметіне бөленген, классик дәрежесіне көтерілген, 40-тан астам күй шығарған өнерпаздың домбырадағы орындау шеберлігі елде ерекше болған. Халықтың құрметіне бөленіп, заманның алып тұлғасына айналған өнерпаздардың шығармашыларының ісі мен әрекеттерінің де бір арнаға келіп тоғысатын себебі, олардың қай-қайсысы болмасын, көптік мүддесін қолдайды. Жеке бастың немесе белгілі бір ортаның талап тілегі алаңдатпайды. Өйткені олардың өресі де сондай деңгейде әлдеқайда жоғары. Ұлы Абайдың қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузына түсті мұртым деді. Сондықтан олай болса, Тәттімбет пен Абайдың мұралары арасында
байланыстың болуы, үндестіктің көрінуі табиғи жай. Ендеше осы мәселелерге тоқталайын. Бірінші үйлесім, менің ойымша, 19 ғасырда өздеріңіз білесіздер, отарлау саясатының келеңсіз әрекеттері қазақ халқы үшін қаншама күрескенмен бірте-бірте жүзеге аса бастағаны белгілі. Ол сүттей үйіп отырған елді бір-біріне қарсы қойып, шағыстыру, билік жүйесіне аға сұлтандықтарды, болыстықтарды, старшындықтарды енгізіп еді. Мұнда бөлек рудың ыңғайына қарай емес, жер жағдайына қарай жасалды. Нәтижесінде қазақ шырайды жерінен біразы айырылды. Бір атаның балалары екіге жағылып, өзара қырқысу басталды, араздасу басталды. Міне осындай өсектер болды. Әртүрлі мақтаншақтық тәрізді адамға жай болған қылықтар өршіді. Мәселен, бұл кезде тағы да бір айтып кететінім, Құнанбай мен Тәттімбеттің екеуінің арасындағы несі 1852 жылы бұл дерек Қарқаралыдан жаңағы Тәттімбетті болыс қылып тағайындау ретінде, сосын кейін Құнанбай мен Тәттімбеттің екеуін Тәттімбетті жаңағы Қарқаралыдан шақыртып, екеуі омбыға жаңағы старшина ретінде соған бірге барғаны туралы дерек бар. Сонда Абайдың мынадай: болыс болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйелер қом атта жау қалма елге тығында, сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығымдап. Бұл болыс болу, ол ақынның әрине өте жас араласты, елісіне, халықты ілгері, ел қатарына қоссам деген ізгі арманы, жергілікті феодализмнің көре алмай құдалы несіне ұшырады жалпы. Енді Абай негізінде жастарды білімге шақырды. Оқыса екен, осылар білсе екен деп, ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығында техниканы үйренсе екен деген, осындай өзінің 3,5 жылдық па 3 жыл сондай болыс болғанда осындай істерді әділеттікке шақырды. Жастардың, балалардың оқыса екен деген ниетіне көп жұмыс атқарды. Енді әрине бұл әділеттік заманда болыс болу оңай болмады. Осындай неде әрине Тәттімбетте өзінің сол кездегі болыс, Қарқаралыдан шыққан болыс, сол кездерде елдің дауын, тағы да басқа заттарды шешіп, ел үшін, жер үшін көп еңбек еткен Тәттімбетте. Тәттімбеттің осындай бір көрінісінен сол заманның сипатын сипаттайтын қазақтың сабақтасып жатқан бағытты сол кездегі бағдарлайтын Тәттімбеттің бес түрі деген күйін қазір кішкене тыңдап көрейік. Мынау Әлия деген оқушымыз 3-ші курс студенті. Жаңа батырдың ортасын өтеді. Видеода тыңдап отырған боларсыздар, бұл жерде жаңағы халықтардың бір-бірімен диалогтарын көруге болады. Екінші ортасындағы неде адамдардың сол кездегі біріне деген өшпесі, олардың бір арасындағы келіспеушіліктерін міне осы күй арқылы мұны Омбы қаласынан Түркістан сапарында шығарған деген дерек бар. Енді екінші бұл жерде тағы да бір айтып кететінім, мысалы барлықтарыңыз Ахмет Жұбановтың Латиф Халидин екеуінің бірге жазған Абай операсын білесіздер. Осы Абай операсының бірінші несінде жаңағы Абай Айдар менен Ажардың арасына түсіп, осылардың махаббатына
кедергі болып жатқан адамдардың арасына түсіп, жастарды қорғау ретінде, сонда сол спектакльде операның бірінші дистесінде көрдіңіздер, иә, Айдар менен Ажардың махаббатын қорғап қалды. Енді екінші үйлесім өлең мен өнерді серік еткен жандардың лирика жанры. Ең қоймау мүмкін емес. Соның ішінде туған жер тақырыбы, оның сыры мен сипаты, келісті көркем көрінісі бейнеленген сұлу суреттері еріксіз назар аудартары анық. Мәселен, Абайдың желсіз түнде жарғай, алдың шіркін бұл жердегі сылдап жатқан бұлар, түнгі айдың суға түсіп тұрған, сондай бір әдемі табиғатты өзінің осы желсінде жарғай өлеңінде көрсетілді. Жаңада табиғаттың әртүрлі тақырыбында жазылған табиғат кісінің өлеңдері өте көп, маусымдарға арналған, сонда жаңағы табиғаттың әсемі регламент бейнелер көз алдына келді. Енді Тәттімбет алып қарасақ, Саржайлау күйі, бұл да жаңағы сабақтас бірінен бірі әдемі табиғатты Саржайлау келін біз өркендікті көрдік. Тағы кішкене үзінді ойнау керек. Қайта әдемі даламызда астан қарап отырған солай болады. Міне осы арасында рахмет саған болғандықтан осы орайда Дулат Бапайымның «О саралқа, самалы салқын жер едің сырдан ауып келгенде, жатырылмай шалғынның балауса балдыр балғаның тимеген ірге сон едің» деп басталатын саралқа толғауы ойға оралады. Бұл өнер келерінің жан дүниесінің үйлі үндестігі бір айғағы. Үшінші үйлесім келесі бір үндестікте бұнда мәселе ел таныған елеулі жандардың іліп тұлғаға айналуы, сөйтіп көптің мақтанышына ие болуы, ұлт атауының ұлылығы сондай тұғырлы тұлғалар арқылы көрінеді. Ондай алыптардың есімдері ел аузына да жарыса, пернелі термелі тіркестер арқылы айтылатын болған. Мәселен, жоңғарлармен болған жойқын соғыста ерлігін көзделіске, ержүрек қайраткерлерге айта кетуге болады. Тағы бір несі, бұл ұлттық дәстүрге тән қасиет, осы дәстүрдің көрінісі Біржан Сара айтысында да байқалады. Бұған жаңа хакім Абай Біржанға былай дегенде, орта жүз Абай қойған атын болтпай, үйіне ояз кірмес жауап қайтпай. Деп ұлылық қаттар биік дәрежесін байықтай айтса, Тәттімбет туралы, Тәттімбет ардагерім арбан асқан, қырық түрлі күй айналған бармағына деп өнердегі озық бейнесін сондай білген. Әрине туға өшпейді, өлмейді, еңбегімен есімі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жете береді, өйткені аққан бұлақ жанған шырақ. Сондықтан солай біздер енді Абайдың сөзімен аяқтайық, ұстаздығы ешқашан жалықпайды, сондықтан жас ұрпақты келесі ұрпақты шаршамай, шалдықтай тәрбиелеу керек. Келесі баяндамамыз Қиянбекова Айткүл Мұсаевна, Жезқазған қаласы балалар өнер мектебінің педагогы. Баяндамасының тақырыбы Тәттімбет пен Абай шығармаларындағы ой тұтастығы және халық рухын көтеретін идеялар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Тәттімбет Қазанғапұлы шертпе күйдің негізін салушы ұлы күйші, композитор, геолог ұстаз. Тәттімбет жайлы сөз қозғағанда оны көпшілігі күйші ретіндегі болмысын біледі. Демонстрация жасап жеріңізші? Мен өзім да қоса берейін, презентацияны. Демонстрация жасап жеріңізші маған? Или қоса беріңіз өзіңіз? Демонстрация мен бердім сізге. Қостыңыз ба? Көрініп тұр ма менің слайдым? Жоқ. Мен өзім онда қоя берейін. Өзіңіз қоса беріңізші емнесе. Демонстрация қосқан жоқсыз сіз.
Өзіңіз қоса беріңіз. Жақсы. Тәттімбет Қазанғапұлы шертпе күйдің негізін салушы, ұлы күйші, композитор, геолог, ұстаз. Тәттімбет жайлы сөз қозғағанда оны көпшілігі күйші ретіндегі болмысын біледі. Тәттімбеттің қазақ даласындағы беделі мен дәрежесі бұл Абаймен бірдей десем, артық айтқаным емес. Абай ұлы бас ақын, оның философиясы мен адам өмірін, әсем табиғатты сипаттайтын шығармалары бұл теңдессіз, өте күрделі және мағыналы екені түсінікті. Ал бірақ Абай шығармаларына жақын ұлттың рухани ұстазы, бас күйшісі Тәттімбет шығармалары бұл күйлердің төресі екені мәлім. Тәттімбеттің шығармалары шоқтығы биік қазақ аспаптық музыкасында өз орны бар ірі тұлға. Жоғарыда неліктен Абайды мысал ретінде келтіріп отырмыз? Абай мен Тәттімбетті байланыстыратын бұл туыстық, шығармашылдық, халық ағарту істері, тағы да басқа ортақ дүниелері. Абай қалайша Тәттімбетке туыс деп ойлайтындар көп. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Қалмақтың үш батыры мен қазақтың Шаншар батыры орталық Қазақстан жерінде соғысады. Соғыста Едірей, Бедірей, Мыржық деген Қалмақ батырлары жеңіліс тауып өлтіріледі. Мыржықтың үш қызы Айбике, Нұрбике, Қыздарбике Шаншарға қосылып, үш бөлек отауға орналастырылады. Кейінірек отаулар үш болыс болып қайта құрылады. Айбике Шаншардан Кердібек, Қаз дауысты Қазбек, Бекболат, Тіленші, Алшынбай, Абайдың анасы Ұлжан мен әйелі Ділда, ал Нұрбике Шаншардан Пертіс, Мөшеке, Маңыбай, Қазанғап, Тәттімбет тарайды. Тәттімбет Абайға шешесі жағынан және қайын жұрты жағынан туыс. Қос алыптың туыстығы тағдырдың өз қосқандай. Тәттімбетті Абаймен байланыстырасын, екеуі де тілге шешен, ойға жүйрік, заманының асыл тұлғалары. Әрине бұлардың шығармалары сол заманына сәйкес бір-бірімен үндес болуы керек. Әсем табиғат, заманындағы озбырлық, халықтың көзін ашу сынды туындылары халық жүрегінен орын алған. Мысалы, Абайдың Торжорға, Майтыны күйлері Тәттімбеттің Саржайлау, Бозжорға сынды күйлерімен ұштасады. Аттың шабысын табиғатта әсем бейнелейтін бұл өнерлері халықтың жадында сақталған. Бозайғыр күйін орындаған Әбікен Хасенов, нотаға түсірген Біләл Ысқақов. Бұл күйде ата-бабаларымыздың ежелгі кәсібі, мал шаруашылығы мен аңшылық кәсібі де олардың рухани өмірінен көрініс тапқан. Тәттімбет Бестөре, Бозайғыр, Алшағыр, Айдос күйлері арқылы әлеуметтік жағдайды көтерсе, Сылқылдақ, Бұлқылдақ, Балбырауын күйлері қуаныш пен махаббатты көркемдеп жеткізеді. Бұлқылдақ күйі жайы Затаевич былай дейді: аса қызықты ойнақы күй, ерекшелігі жалғыз дауыстылығында. Орта шенде біртіндеп көтеріліп, кейін төмен қарай жылжыған, ұшы қиыры жоқ лентадай созылған, жігерлі толқын атқан мелодиясы бар дейді. Затаевич Қоспасар күйінің таңқаларлық жайы Рахманиновтың дін сөздеріне жазған шығармаларының біріне едәуір ұқсайды. Ал күйдің орта жерлері Мусоргскийдің Борис Годуновындағы Шинкараның аризосының қорытынды фразасын еске түсіреді. Тіпті қайталағандай болады дейді. Әрине осындай кездейсоқ ұқсастықтардың өзі мәдениетті, музыка мен халық музыка көздерінің бір екендігі туралы айтылып келе жатқан ескі шындықты тағы да дұрыстайды деген пікірін білдіреді. Абай өлеңдері мен қара сөздерінде рухани ізгілік пен сауат ашу ісін кемелдене жазса, Тәттімбет болыс болған кезде халыққа арнап мектеп ашып сауат ашқызған. Абай сенде бір кірпіш дүниеге кедігін тапта барқалан деп адамды қоғамға пайдасын тигізуге шақырып еңбектің мәнін асқақтатса, Тәттімбет өз дәуірінде металлургияны меңгеріп, патша заманында бұл іске алғашқылардың бірі болып кіріскен тұлға ретінде еңбек идеясын ісімен дәлелдеді. Оған дәлел ретінде Нұрбике Шаншар елінің болысы Тәттімбет Қазанғапұлының ұйымдастыруымен 1844 жылы Түндікті өзенінің жағасында түрлі түсті металл қорытатын завод салынады. Ол 1861 жылға дейін шикізат өңдеп өнім шығарады. Осы 17 жыл ішінде қазақ жеріндегі бұл бірегей кәсіпорын 1294 тонна Тәттімбеттің қарсыласы заводты айналасында жатақтарымен қоса өртеп жүрген екен деген инженер Зубаровтың естелігін мысалға келтіре аламын.
Қорыта келе, Абай мен Тәттімбет күйлері рухани әлемі, шығармаларындағы ортақ тақырыптар, эстетикалық идеялар, ұлттық рух пен моральдық құндылықтардың үндестігі бәрі де өзек алды мәселелерді қамту арқылы ұқсас әрі күрделі формалды туынды. Тәттімбет Қазанғапұлы небары 45 жас ғұмырында ұлтымызға еңбегі сіңген тұлға. Бұл кісінің шығармалары, өмірде жүріп өткен жолдары, тұнып тұрған ұлттық тәрбие. Осы ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, болашақ жеткіншектерімізді тәрбиелеп, үлкен тұлға қалыптастыру біздің міндетіміз деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет, құрметті әріптестер. Менің сұрақтарыңыз бар ма? Осымен үшінші секциямыздың жұмысы аяқталды. Барлық баяндамашыларға мазмұнды ойлар үшін алғыс білдіреміз. Енді келесі төртінші секцияға көшеміз. Бұл секция дәстүрлі музыканың білім беру үдерісінде қолданудың әдістемелік тәсілдеріне арналады. Теперь переходим к следующему разделу конференции, к работе четвертой секции. Жұмысымызды жалғастыру үшін алғашқы баяндамашыны таныстыруға рұқсат етіңіздер. Байбек Айгүл Қыдырғалиқызы, этномузыкатанушы, өнертану кандидаты, қауымдастырылған профессор, Күләш Байзитова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры. Тақырыбы қазақ дәстүрлі музыкалық мәдениетінде орындаушының әмбебаптығын қалыптастыру. Этносольфеджио курсының рөлі. Өте ауқымды. Мен практика болғаннан кейін ойладым кішкене басқа жаққа бұрып жіберейін деп, өйткені бұл жерде мұғалімдер, оқытушылар отыр, енді колледждің, сосын мектептің. Сондықтан енді кішкене арасында кесек сөйлеймін, уақыт ұстағым үшін. Енді этнос жалпы сольфеджио сабағы өте маңызды ғой. Бұл мамандырылған сабақ, бұл мамандықпен бірге жүреді. Мысалы, духовиктердің, народниктердің әрбіреуінің өзінің сольфеджиосы бар. Мысалы, жоғарғы білім оқу ордасында ол міндетті түрде. Енді этносольфеджио бүкіл дүниеде этносольфеджио қазір трендте деуге болады. Өйткені жаңағы өзінің төл музыкаға негізделген сольфеджио, негізгі грамматикалық сияқты ғой, музыка деген вербалды тіл болғаннан кейін, бұның бәрі төл біздің музыкасына негізделген. Сондықтан бүкіл дүниежүзі осы этносольфеджиоға үлкен мән береді. Біздің Қазақстанда негізі тәжірибе 50 жылдан асып кетті. Қарасаңыздар, кәдімгі жартылас болып кетті. Қазақстанның өзінің жетістігі үлкен. Бізде өйткені осы этносольфеджионың мамандары бар, сосын этносольфеджио сабағының мәні өте маңызы зор. Өйткені бұл идеологиялық сабақ деп те айта аламын. Өйткені жаңағы сол кезде мына пленарлық отырыста әріптестерім, апайларымыз айтты ғой енді, әріптестеріміз. Бұл жерде жаңағы этносольфеджио біздің музыкатану саласында жалпы этномузыкалық жаңағы зерттеулерді, мамандарды өте көп жұмыс. Этномузыка саласының көтерілуі және сол терең әртүрлі ғылыми жұмыстар осы тікелей осы сабақпен байланысты. Енді 77-ші жылы сіздер білесіздер, ол Бақдәулет Аманов пен Асия Байдуллаевна бастады. Ол кезде енді отырған жаңағы студенттеріміз Қажығақ, Тұяқша, Мелік. Енді бұл кісілер келгенде сольфеджио сабағына бәрі де толықтай жаңағы еуропаландырылған жаңағы музыкаға бүкіл сабақтардың бәрі сондай болады. Енді бұл кісілер реформаторлар, осындай сабақ біздің дәстүрлі музыканттарға өзінің сольфеджиосы болу керек деген мәселені көтерді. Содан кейін барып, мына жерде Гүлзада Нұрпейісовна отыр. Біздің көптеген Асия апайдан бастап, біздің аға буын ұстаздарымыз осы сабақтың бәрін көтерді. 87-ші жылы халық әні кафедрасы құрылғаннан кейін консерваторияда осы домбыралық сольфеджионың негізінде әнге құрылған сольфеджио қолға алынды. Сол кезде мен ұстазыммен, ол кезде мен студентпін, осы ән сольфеджиосын Сайра Шакирова Райымбекеновамен сол кісімен енді көтердік. Әрине бұл жерде тек қана мына сабақты өткізу ғана емес, бұл жерде көптеген кешенді жұмыс жүріп жатыр деп әзірше тұра берсін. Көптеген кешенді жұмыс жүріп, өйткені бір жағынан практиканы дамыту керек, екінші жағынан бұл әнді зерттеу керек болды. Екі жақты жұмыс жүрді. Енді жаңағы мен айтар едім, бұл жерде
мысалы біз айтып тұрмыз ғой, кәсіби маманды даярлау, бүгінгі қандай маман, осы сольфеджи көмектесу керек. Сондықтан бұл жерде мен айтар едім, мына этносольфеджи сабағы ең бірінші мақсаты негізгі ол дәстүрлі кәсібилікті трансляциялаумен байланысты. Демек, егер бұрынғы кезде орта кәдімгі мынау домбырашылар болсын, әншілерді шығарып жатса, бүгінгі күні орта жоқ. Сондықтан мына консерватория бола ма, бізде үш жоғарғы білім ордалары бар ғой, консерватория, біздің университетіміз, академия музыки, соның бәрінде сонда біз кәдімгі орта құруымыз керек болып тұр. Бірақ сабақ негізі орысшасын қоймадыңыз ба? Сабақтың жаңағы мәнісі бәрібірде бұл жерде енді академиялық сольфеджінің бәрібірде сольфеджи болғасын, бұл жерде соның бәрі жұмыс түрлері қалады. Сондықтан бұл жерде интеграция деп те айтуға болады. Ауызекі дәстүрге байланысты, педагогикалық, педагогикамен байланысты. Сосын жаңағы бір жағынан дәстүр мен ауызша түрлерімен байланысты болса, кәдімгі этнопедагогика, екінші жағы бұл жазбаша дәстүр, кәдімгі академиялық сольфеджінің жұмыс түрлері. Сондықтан мына жерде слайдта көрсетілген екі жақты интеграция жүреді, ауызша және жазба мәдениеттерді интеграциялау. Енді ары қарай айтатын болсақ, жаңағы бүгінгі күні осы мәдени ассимиляция дейміз ғой. Бұл жерде енді бәрібірде көптеген жұмыстарды қамтуға тура келеді. Енді менің докладым бойынша әмбебаптық дегеніміз, ол бүгінгі күні жаңағы әртүрлі қызметтерді жасау керек. Біз тек қана орындаушы дайындамаймыз, бұл жерде әртүрлі кіруге керек қой, редактор, менеджер болады, орындаушы болады, жүргізуші болады, білмеймін енді. Бірақ бұл универсалдық дегеніміз, әмбебаптық, ол дәстүрде бар. Әмбебаптық дегеніміз пленарлық неде отырыста айтылды ғой. Әмбебаптық дегеніміз ол Тәттімбеттің мысалы үлгісінде басқа әншілерде әнші болсын, күйші болсын, ол өзі де тойды жүргізеді. Сосын жар жағына бет ашар, сол әдет ғұрыптардың несіне бәріне қатысады. Содан кейін өзінің әншілігін жүреді. Мысалы Ақан Серінің өзі айтыскер болған мысалы. Сондықтан бұл жерде әншілермен жұмыс істеген кезде де әмбебаптылықты сақтауға тырысамыз. Өйткені бүгінгі күні біздің контингентіміз ол әншілер, жыршылар, сосын айтыскерлер отыр университетте. Енді мына жерде қойыңызшы ана слайдты тез өтіп шығайын. Мына жерде енді айттық қой, ауызша жұмыс түрлері ол көбінесе сол ұстаз шәкірт системасымен жүреді. Бұл жерде ауызша диктант, содан кейін ауызша алу және әрине сұрып салма түрлер. Материалымыз бізде енді бәрі стильдік музыкамыз, ол әдет жаңа фольклордан бастап ауызекі кәсіби музыкаға дейін, күйшілер болсын, әншілер болсын. Сондықтан содан кейін енді айттық қой, орта деп кәсібилікті трансляциялау дегеніміз, дәстүрлі кәсібилікті, ол әрине айтыс тартыстың формалары бәрі еліміздер жүреді. Енді мына жерде енді айтылған методикалық жаңағы доминант дейміз, осының импровизация, сосын жаңағы әртүрлі қайым, мысалы қара өлеңді өтетін болсақ, ол қайым өлеңдер, қайым айтысқа ұласып кетеді. Сосын әншілердің бір несі, олар диктантты, мысалы Европалық академиялық сольфеджи диктант беріледі де, сосын жазбайды. Бұл жерде бірінші қайталау керек ауызша, сосын бар білетін жазу керек. Ол өте маңызды, ол принципиалды нәрсе. Енді екі этносольфеджи бар дедік, домбырашыларға арналған және әншілерге. Домбырашыларда бәрі енді жазба мәдениетке ауысып кеткеннен кейін, сондықтан оларда жазбашы проблема жоқ, бәрі жақсы оқиды. Сондықтан оларда тек қана ауызша түрде жүреді. Әншілерде бұл жерде енді екі түрлі ұстану керек, ауызша да жазбаша да. Жақсы, рахмет, келесі. Енді бұны да жібере салайық. Енді жаңағы импровизация дегенімізде енді қара өлеңнен бастап құрыптық. Мысалы бесік жырын шығарады комплексті, сосын сабақ негізі өте сатылай сабақ. Бұл жерде анализде жүреді, ішінде анализ талдау жүреді, сосын жаңағы сольфедждің өзінің тапсырмалары жүреді, импровизация бәрі. Өйткені жаңағы біздің оқу процесімізде былай қарасақ, европалық музыканы неткенде полифония бар, гармония бар, теория музыки бар, сольфеджи бар, көп сабақ бар. Бұл жерде бүгінгі күні қазақ музыкасынан басқа осы этносольфеджи сабақ, этносольфеджи сабағында бәрі тұр деп те айтуға болады. Енді
Наверное, мені көре алмаймыз енді видеостан енді жаңағы жазбаша тапсырмалар дегенде бұл жерде енді самай диктант өзіндік диктант студенттер өзінің білетін хатқа түсіреді нотаға түсіреді сосын жазба диктанттар қайталайды да сосын барып түсіреді сосын оның жаңағы соңғы этапында олар жаңағы Гарикиннің жүсіпбек елебековтің үйренгеннен кейін сосын записьтермен уже соны үйренеді то есть поэтапно жаңағы оңайдан күрделіге деген сияқты иә сосын енді жаңағы әншілер енді бұл жерде тың әндерді шығару керек қой енді себептен ағайлар үйретеді бірақ сольфеджио көптеген оқулықтар бар бүгінгі күні затаевичтен бастап мына бүгінге дейін оны біз 3 кезеңге бөлдік бірінші біз релятивті жүйедегі жаңағы ноталық жинақтардан бастаймыз өйткені оны түсірген орындаушылардың өздері ол жеңіл алатты оқи береді содан бастаймыз сосын екінші этап оны неге бөлшеміз екінші этап ол жаңағы музыкатанушылардың түсірген жазбаларына недеміз көптеген жазбалар бар ғой 24 темперированный строй бойынша ол 40-50 жылдардан бастап 90 жылдарға дейін значит мына келесі этапымыз біздің транспонирование деп аталады ол жинақтарды аламыз да сосын транспонировать етеміз сосын келесі енді соның бәрін жасап сосын курстың аяқ жағында реконструкция жаңғырту деген бар то есть уже үйренгеннен кейін затаевичке көшеміз сол жерде жаңағы текст уже формасын біледі дайын жүреді осындай этаппен жасаймыз мұны биыл енді әрине студенттер басқа мұғалімдер басқа тәжірибе нетіп жатыр бірақ студенттер басқа сондықтан бүгінгі мысалы бір жылдық менің өзімнің енді бір жетістігім мен ана 40 оқулық шыққан екен өзім есептеген бойынша сол марафон жасап 40 оқулықты қарап шығып жатырмыз ну былай енді шұқып енді жүйелі түрде сосын сол енді мына расшифровканы көрсетейінші мына жердегі мына слайды енді расшифровканы бұлар мысалы фольклор болса ғұрыптық болса бір дауысты жазылады сосын қара өлең домбырамен мына жерде өзіндік диктант көрсетілген мынау студенттердің өздері түсірген сосын анау записпен түсірген осылай өздері түсіреді ол да бір техникасы бар өзінің енді мына слайдты көрсетеміз мына жерде транспонирование енді бұл жерде редакция жасау керек мына жерде мысалы мына темірбекованың казахская народная песня мына жерде тактировка ол кезде енді басқаша түсірілген соны өздері редакциялайды да сосын сөйтіп айтады немесе негізі үйренеді бірінші секунда ДЦ квадрат гринта өздері по ходу сразу мен айтамын ертең бір жерге барасыңдар айтады қарағым не бітірген университет мә давай 15 минут шығарып берші ән дейді осылай тез шығарып беруге дайын болу керек так енді ары қарай мынау реконструкция көрсетілген мұны затаевичте білесіздер сөзі жоқ несі жоқ бәрі осылай өздері текст табады ойланады талдайды сөздері бар осылай ән шығарады осындай жұмыстар жасалып жатыр енді ары қарай мен кешіріңіздер регламент болған соң тез сөйлеп жатырмын енді сөйтіп жаңағы осылайша бүгінгі күні ауызша және жазбаша жұмыс формуларын біріктіретін халық әншілеріне арналған этносольфеджио курсы келесі дағдылардан құралады бірінші дәстүрлі әннің негізгі фольклорлық және ауызекі кәсіби стиль білу және оларды қазіргі концерттік тәжірибеде орындау екінші еуропалық және қазақтың дәстүрлі музыка теориясы сондай ақ өлең құрылысы теориясы терминологиясын меңгеруде қамтитын қазіргі этномузыкатану категорияларында аналитикалық ойлау дағдыларын білу керек үшінші әндердің вербалды мәтінін талдау және түрлі жанрдағы әндерді орындау контекстін білу төртінші импровизация білу және дәстүрлі стильде жаңа ән шығару жаңа әндерді өз бетінше үйрену және жаңғыртушы ноталарды білу реконструкция әндерді нотамен фиксациялау ерте кезеңде толығымен жазбаларды реконструкциялау содан кейін әрине стильді үйренгеннен кейін әрбір студент өзінің стильде өзі ән шығару керек бұл тапсырма өте маңызды мысалы гармония есеп шығарады ғой бұл жерде де сол сияқты студент түсіну үшін құрылымы ол айтқан әндерін жаңағы студенттердің әндері кәдімгі бүгін алып жүрген бір кәсіпке айналған түрлері бар осындай жетістіктер бар сондықтан егер енді осы шаңырақтың жаңағы ұстаздарына кімшілікке рахмет айтқым келеді егер шақырсаңыздар мен дайынмын осылай айтуға сосын тағы бір нәрсе айтқым келеді
сольфеджио, этносольфеджио, оны колледжден бастау керек. Колледждің программасы бар. Изадан нұрбесіні шығарды. Жас балаларда. Енді мен өзімдікін айтып жатырмын ғой. Негізі мектептен бастау керек. Сосын колледждің программалары бар, тәжірибе бар. Енді әріптестер одан қорықпау керек. Негізі бастап жұмыс істеу керек. Өйткені мен айттым ғой басында, бұл біздің идеологиялық сабақ, біздің дұрыс тәрбие. Өйткені европалық сольфеджио үйреніп келген студенттер бар, Қарағандының келеді, өте грамотный, бірақ дәстүрден алшақтап. Өйткені музыка дегеніміз ол вербалды тіл сияқты, ол грамматика. Сондықтан осылай жұмылып жұмыс істейік, жаңағы өзіміздің музыкамызды көтерейік. Көтеретін ол біздің осы кәсіби орындаушылар, оларға біз көмек беруіміз керек. Рахмет. Я уважаю себя. Тараторила. Жақсы, рахмет сізге. Можно сказать, вот Олимпиада тоже, оқушылар арасында, вот, пожалуйста, оқушылар, мысалы келіңіздер, қарым-қатынаста болайық, біз көмектесеміз, жұмыс жасайық, өйткені балалар бүгінгі күні күшті күйлер алып келеді, бірақ білесіздер ме? Әртүрлі стильдердің, әртүрлі стильдер. Бір жағынан олар қорықпайды, бір жағынан күшті, бірақ ол да өйткені дәстүр жоқ дегенді, екі жағы бар. Содан осылай жұмыс жасайды. Рахмет. Келесі баяндама. Ибрагим Дана Тұрғыновна. Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық университетінің дарынды балаларға арналған арнайы мектеп интернатының мұғалімі, өнертану магистрі, PhD докторанты. Тақырыбы Қазақ және Европа музыкалық мәдениеті сайысу дәстүрлері салыстырмалы зерттеу. Рахмет. Қайырлы күн. Барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі конференцияға қатысқаныма өте бақыттымын. Үлкен шабыт алып жатырмын және шығармашылық серпіліс. Өзімнің диссертациялық тақырыбыма байланысты қысқаша баяндама дайындап алып келдім. Жалпы диссертацияның тақырыбы сайысу дәстүрлеріне арналған айтыс және күйлерге. Сондықтан осы бүгінгі қысқаша баяндама Қазақ және Европа музыка мәдениетіндегі сайысу дәстүрлері салыстырмалы зерттеуі. Әлем халықтарының мәдениетінде ежелден бері музыкалық сайысу дәстүрлері қалыптасқан. Уақыт сыннан өтіп, бүгінгі уақытта сақталған мұндай өнер жарыстары адамзат өркениетінің көркемдік мұрасын құрайды. Сайысу агроналдық қарым-қатынастарды көне әрі табиғи түрі ретінде адамзаттың барлық іс-әрекет салаларында, спортта, пікірсайыста, құқық қорғау жүйесінде, саясатта, экономикада кеңінен көрініс табады. Осы феноменнің мәнін ашуға тырысқан ойшылдар да бар, Плутарх, және Нидерланд ғалымы Йохан Фрейзингер агонистикалық инстинкт ұғымында енгізген. Енді Европадағы ежелгі грекиялық қалаларында өткізілген Олимпия, Пифия, Исния және Немей ойындары тек күш пен шеберлікті шыңдап қана қоймай, ұлттық бірегейлікті де нығайтқан екен. Бұл сайыстарда басқа ұлт өкілдері қатысушы шектеу қойылып, әлемдік мәдениеттің шеңберлерінде ғана өрбіді. Жеңімпаздары герониктер, өнерде де мадақталып мүсіндер арқылы мәңгі есте қалдырылды. Қазақ халқында да ұлттық ойын сайыстар ғасырлар бойы халықтың рухани және дене тәрбиесінің бөлінбес бөлігіне айналды. Мысалы, қазақша күрес, бәйге, қыз қуу, көкпар, аударыспақ, ақсүйек сынды ойындар бүгінгі күнге дейін сақталып, ЮНЕСКО тізіміне енген мәдени мұралар қатарынан орын алды. Музыкалық сайыстарға келетін болсақ, ежелгі грек мәдениетінен әнші солисттер, ерлер хорлары, аспаптық орындаушылар арасында байқаулар ұйымдастырылған. Ал орта ғасырлық Еуропада бұл дәстүрлі көшпелі музыканттар, трубадурлар, куверлер, мини-звингерлер, мини-свингерлер жалғастырды. Және кәсіби музыканттар Йоганн Себастьян Бах, Луи Маршан мен Вольфганг Амадей Моцарттың Антонио Ментимен сайыстары танымал. Музыкалық поэтикалық сайыстардың эпикалық үлгісі батырлар арасындағы сөз және өнер бәсекесі халықтық эпостарда кеңінен таралған.
Бұған Матюшинаның үлкен еңбегі герман әдебиетіндегі кездесетін мұндай сайыстарға арналған. Бұнда семантикалық және стильдік тұрғыдан талдай келе, оларды скандинав әдебиетіндегі сцена, сөз қақтығысы, ерлерді салыстыру, даттау жыры сияқты терминдермен сипаттайды. Қазақ мәдениетіндегі айтыс, суырып салма поэзия мен музыканың синтезіне негізделген ерекше феномен. Ол тек көркемдік жарыс емес, сонымен қатар ұлттық сананы тәрбиелеу, қоғамдық пікір қалыптастыру, әлеуметтік мәселелерді ашық айту алаңы. Айтыс халықтың рухани болмысын танытатын, өз өнері арқылы әділдікке үндейтін кеңістік ретінде сипатталады. Қазақтың күй тартыс дәстүрі де аспапты музыка саласындағы бәсекелестік үлгісі ретінде ерекше маңызға ие. Күйші мен қарсыласы арасындағы өнер сайысы тыңдаушылардың әділ төрелігімен шешіліп, жаңа туындылардың тууына себеп болды. Бұл сайыстар шеберлікті шыңдауға, шығармашылық қабілетті дамытуға және музыкалық репертуарды байытуға ықпал еткен. Айтыс сахнаға, телевизияға, жаңа медиаларға бейімделе отырып, өзінің бастапқы рухын жоғалтқан жоқ. Тікелей эфирлер, интернет платформалар, әлеуметтік желілер бұл дәстүрді жас буынға жақындатып, ұлттық өнердің заманауи форматта өркендеуіне жол ашты. Осы тұрғыдан алғанда, айтыс пен еуропалық музыкалық сайыс дәстүрлерін салыстыра отырып зерттеу, ұлттық өнердің әлемдік өркениеттегі орнын айқындап, оның әлеуетін жаңа қырынан тануға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Так, келесі баяндама Жуманова Рина Клышевна, Ақан сері атындағы Көкшетау қаласының жоғары мәдениет колледжінің оқытушысы. Тақырыбы музыкалық теориялық пәндердің интеграцияланған курсындағы ұлттық компонент. Онлайн журналисті. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Добрый день, дорогие коллеги. Меня слышно? Слышно, но не видно. Так, на какой квадратик? Линейка как-то стоит еще раз, белый квадрат. Нет, не то. Нет, я хотела, чтобы она свою демонстрацию экрана включила. Лена Кушина, вы сами будете демонстрировать презентацию или мне? Вот я нажимаю, у меня не получается, я нажимаю поделиться, и у меня написано, вы не можете запустить демонстрацию экрана. Мы попробуем демонстрацию. Остановиться. Демонстрация экрана приостановлена. Ну вот, я остановила, чтобы человек мог сам. Теперь, наверное, сами. Нет, Я оттуда не смогу. Вот. Запускается, да? Запускалась просто, да. Запускалась просто. Так, Есть, да? грузится, да, оказывается, мы все разрешили, просто нужно было подождать немного. Почему-то не... Вот. Все хорошо, мы теперь вас видим. Отображается, да? Да. Мгм. Добрый день еще раз. Очень рада принимать участие в этой конференции. Очень рада видеть коллег старших, которые работают в том же направлении, что и мы. Вот, я буду говорить о национальном компоненте в интегрированном курсе музыкально-теоретических дисциплин. Казахская традиционная музыка, являясь важной частью культурного наследия Казахстана, занимает особое место в образовательном процессе музыкальных учебных заведений. Традиционный для классической модели музыкального образования в постсоветском пространстве примат европейской системы и общеевропейских стандартов и ориентиров в современном Казахстане уже не столь очевиден. В условиях глобализации и стремительного развития технологий все более актуальным становится процесс изучения и сохранения национального музыкального наследия. Сегодняшний поиск незыблемой духовной опоры в традиционном наследии закономерно ведет к расширению национального компонента в академической системе казахстанского музыкального образования. Наглядным подтверждением этого могут служить типовые учебные планы для специальности теория музыки, которые были включены
такие дисциплины, как фольклорно-этнографическая практика, домбра, народное музыкальное творчество, этносольфеджио. Все эти нововведения коррелируют с ведущим вектором современной культуры Казахстана. Как отмечает Гульнара Альпеисова, использование этнического принципа дает возможность максимально универсального рассмотрения музыкальной культуры во временном аспекте и ее адекватного освоения. Всестороннее осмысление богатого музыкального наследия наших предков происходит на уроках казахской музыкальной литературы, которая традиционно и издавна преподается будущим музыкантам любого профиля в течение 4 семестров, а на отделение теории музыки является одной из спецдисциплин. Отметим, что прежний двухлетний курс казахской музыкальной литературы в учебных планах студентов-теоретиков расширен до 6 семестров, а освоение фольклора выделено в отдельную дисциплину «Народное музыкальное творчество». Более глубокое погружение в жанровое разнообразие традиционной музыки и ее освоение на практике изнутри – это задача предмета этносольфеджио. Который присутствует лишь в учебных планах студентов отделения казахских народных инструментов и теоретиков. Кстати, я хочу добавить, что, к сожалению, с прошлого года в учебных программах отделения казахских народных инструментов для колледжей этносольфеджио теперь только в виде факультатива на 4 курсе в объеме одного семестра, 36 часов. То есть прежний вариант, когда была возможна альтернатива выбора между академическим сольфеджио и этносольфеджио для домбристов, этой альтернативы теперь нет. Но у теоретиков курс остается все как было, 3 семестра этносольфеджио. Это радует. Технологии сбора, записи и расшифровки фольклорно-музыкальных поэтических образцов посвящен предмет фольклорно-этнографическая практика, который изучается лишь студентами и теоретиками. Интеграция этих дисциплин создает уникальную образовательную среду, где студенты могут не только изучать теоретические аспекты, но и применять их на практике. Такой подход способствует формированию целостного понимания музыкального искусства, где современность сосуществуют и взаимодополняют друг друга. Ну, вот на этой схеме межпредметной интеграции можно видеть, да, что общей целью всех дисциплин, о которых я говорю, является формирование целостного представления о казахской музыкальной культуре через синтез теоретических знаний, практических навыков и фольклорного наследия. Понятно, что все наши теоретические дисциплины, они по определению интегративные и включают в себя много элементов, но вот эти предметы, да, они действительно яркий образец такого принципа интегративности. И народное музыкальное творчество, и этносольфеджио, и фольклорно-этнографическая практика. Вот. И в качестве дополнения вчера только, да, я давала открытый урок на область, как раз-таки по этносольфеджио я решила взять именно теоретиков, и это было очень интересным опытом, и все высоко оценили наш труд. Взаимосвязь дисциплин в интегрированном курсе музыкально-теоретического цикла можно схематически отобразить и в виде треугольника, где верхняя вершина, соответствующая курсам народного музыкального творчества и казахской музыкальной литературы, ассоциируются с теорией истории, а обе нижние вершины, этносольфеджио и ФЭП, соответственно, связаны с практикой слуха, исполнения и живой традицией. А средняя часть треугольника формирование музыкальной картины мира учащегося – это результат комплексного освоения интегрируемых друг в друга дисциплин. Все предметы музыкально-теоретического цикла, посвященные освоению казахской традиционной музыки, представляют собой многокомпонентные дисциплины. Так, этносольфеджио – это комплексная синтетическая дисциплина, имеющая важное значение в формировании профессионального этнослуха, способность к восприятию и воспроизведению основных жанров народной музыки в их культурно-историческом контексте. Этносольфеджио, как никакая другая дисциплина, является ярчайшим образцом межпредметных связей, интеграции других предметов и дисциплин. Вот на этой схеме можно посмотреть, какие, может быть, и далеко не все дисциплины здесь представлены. По справедливому замечанию Айгуль Байбек, сегодня в современной педагогической практике разных стран наблюдается активная тенденция создания курсов музыкально-теоретических и практических дисциплин, ориентированных на национальные принципы музыкального мышления.
вопрос создания и продвижения целостного интегративного курса, посвященного глубокому изучению традиционной казахской музыки не только народной, современного музыкального. Закончили? Да, спасибо за Большое. внимание. Вопросы у слушателей. Тогда перейдем, спасибо, к следующему докладу. Правильно, спасибо. Следующий доклад. Кулыкметова Жангуль Абакировна, Тәтімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің музыка теориясы бөлімінің меңгерушісі, өнертану ғылымының кандидаты. Тақырыбы Тәтімбет шығармашылығы бойынша әдебиеттерге қысқаша шолу. Уважаемые коллеги, участники нашей конференции, я очень рада, что вы сегодня к нам приехали. У нас в Караганде такое впервые событие, когда люди, коллеги, профессионалы приезжают сам на Караганды, со Астаны. Вам большое спасибо, что вы приехали. Очень рада вас видеть, потому что вы так спонтанно видели. Я говорю, вы или не вы? Я не спала и думала, это картинка или как? Это вы. Очень рада вас всех видеть. Спасибо. Спасибо нашей администрации, что организовали такое мероприятие. И спасибо моим коллегам. Все наши коллеги, они очень активно занимались этой деятельностью. Всем огромное спасибо. Тема моего доклада – это краткий обзор литературы по творчеству Тәтімбета. Ну, как бы только такие самые основные источники. В данном докладе хотелось бы сделать краткий обзор некоторой литературы по творчеству выдающейся Тәтімбета Казанғапова. Польский исследователь, собственной казахский стиль из-за своих революционных убеждений, Адольф Янушкевич упоминает Тәтімбета в своих записях. Он пишет, что в 1842 году состоялась его встреча с волосным Тәтімбетом, автором множества замечательных книг. В каролинских горах он восхищался прекрасными видами природы, отдыхал в юртах и слушал рассказы их обитателей. То есть он делал только заметку того, что он видел Тәтімбета. Сборник 500 песен из казахского народа Александр Витальевич приводит ноты Киева Блуда. В исполнении Камеша Пленшина в примечании номер 306 пишет, что это извилистый мотив Тәтімбета, интересный и великий. Своеобразная спойка заключается в его одноголосии. Бесконечная лента развивается бодрой и волнообразной мелодией к середине, если постепенно повышается, затем не спадает. Также Затаевич в одном из примечаний сравнивает Козбасар Тәтімбета с музыкой Рахманинова. В начале 20 века биографические сведения о жизни и творчестве Тәтімбета были представлены в уникальном труде Ахмеда Жубанова «Струны столетий». Этот труд внес огромный вклад в развитие и сохранение музыкальной культуры нашего народа. Впервые были собраны воедино разрозненные сведения о клише, представлена история создания Киев, Кузбассар, Каражова, Босайбар, Бакудав, Сокудав, Саржаля, Балбран и другие. А также пишут о потомках и продолжателях традиций Тәтімбета, о Викине Хасенове, Рустембеке Омарове, Жапасе Халаваре и других. Исследователи Саватбек Калиев рассматривают некоторые особенности микроритма в Киеве Кузбассара. Лекция о музыкальной выразительности не сейчас в В частности, об особенностях ладозвукорядочных эфиров. Вместе с тем Саватбек Калиев выделяет приладывая опорные тоны в двухвысотном диапазоне дамбры. Ученый говорит о позиции соль ре и ля ми как конструктивно важном элементе структуры некой образно-смысловой констанции, имеющей прямое отношение к семантике жанра Кузбассар. Ужида Умарова в монографии «Казахский культурно-исторический контекст и региональный стиль» рассматривает критерии в черте с новых методологических позиций различных аспектов технической истории национальной культуры и искусства во взаимосвязи, обусловившись их системную целостность. В частности, в работе, представленной Тәтімбета. Интересно наблюдение автора о том, что Киев центральная ладовая опора встречается только в архинской традиции, не только в Козбассаре. Ужида Умарова полагает, что Киев Козбассар, главная водонациональная опора Соль-Ре, или они являются нитями смыслообразующими константами. Исследователи представляют легенды, связанные с Киевом Тәтімбета, рассматривают композиционную структуру Киева Тәтімбета Сокуда. Автор дает краткую характеристику творчества клише. В учебном пособии «История казахской традиционной музыки» Ужида Умарова подчеркивает стилистические особенности Киева Тәтімбета. Таласпек Асенкулов в статье «Исторические метафоры в творчестве Тәтімбета» представляет содержание двух стилей.
Алшавар Шаван и Карамжан. Первый раскрывает пласт истории отношения степи с Китаем. Восточный Туркестан всегда был спорной землей. Аблай-хан сумел создать сильную коалицию среднеазиатских ханств и Казахстана, после чего Китай отложил войну против мусульманских государств. Казахи заселили Восточный Туркестан. Со временем между Центральным Казахстаном и Восточным Туркестаном стали обрываться и носить эпизодический характер. В легенде Алшавар Шаван рассказывает, как двое казахских батыра каждую весну встречаясь на летних кладбищах. Но однажды Алшавар приносит свои табуны на Жайдау, но не видит Шавана. На следующий день Алшавар собирает воинов и едет на кладбище Шавана. Находит только пепелище аула. Шаван убит, дети, родные и близкие в плену. Алшавар догоняет врагов, гранит и освобождает родичей Шавана. В своем кюре Татимбет хочет сказать, что вот, дети мои, если будете селиться рядом с врагом, то тебя постигнет даже участь. Велоспев Асенкулов приводит легенду Кюра Карамжан, основанную на теме Родины. Рамбергенов Аманова пишет о богатом творческом наследии Киши, о содержании некоторых книг, таких как «Саржавяу в истории» и других, а также о некоторых особенностях Татимбета. Ритмо-штриховые особенности, композиционные повторы, импровизация и так далее. В 1990 году при Алматинской консерватории имени Курмангазы при руководстве Сапарбека Калиева была организована научно-практическая конференция «Татимбет и проблемы изучения казахской традиционной музыки», посвященная 170-летию юбилею Кюши. 170-летнему юбилею Кюши. После был издан сборник статей, куда вошли работы Джави Скапова, Толстека Асенкулова, Марины Гамарни, Сапарбека Калиева, Аджан Тавсаван и многие другие. Зимой 1855 года Татимбет участвовал в церемонии коронования императора Александра II. Поехал в Петербург в составе казахской делегации Среднего Жуза. Сабит Муканов пишет, что в этот список Татимбет попал следующим образом. Из-за соперничества старших жузов Хуспека и Жамантая за место в делегации их обоих лишили этой возможности. И влиятельные казахи выдвинули на это место Кунанбая Скимбаева, отца Абая. Но Кунанбай готовился к паломничеству в Мекку и отказался от поездки в Петербург, предложив вместо себя Татимбета. Заслуг у него хватало, и его кандидатура была утверждена. Такен Алингулов всю жизнь изучал духовную сущность таких творческих личностей, как Корхут, Тахалас, Синте, как Ген Хасинов, Жапас Каламбаев и другие. Среди них и замечательный рассказ о Татимбете. В одной из статей автор рассказывает историю создания Киев Хозбасарса, Худак, Саржавял, Худак. В книге «Пища и железо» Аксельо Сиденбек называет Татимбета философом Киева. Стихи Татимбета широко распространены не только в Сарапе, но и по всей казахской степи. Выделяют щепки по таким признакам, как он бурал, через бурал, шалыс бурал, халыс бурал, посак бурал, тель бурал. Напомню, что шалыс бурал – это строй домбры на секунду, халыс бурал – на большую терцию, тель бурал или посак бурал – на прими. Такие виды строя были использованы задолго до Татимбета и Топа. В основном из-за сложности исполнения такие виды строя используются на состязаниях на тартысах. Сапарвали Дамбеков написал повесть «Татимбет». Какимбек Саликов поэму «Татимбет», где говорится о жизни и творчестве знаменитого Кюши, а также изображаются быты традиции казахского народа, социальное положение и окружение Татимбета. Фрагмент Татимбета в респект успехов к 195-летию со дня рождения Татимбета и стал сборник, в котором были сведения о Кюши, а также собраны материалы о том, какие радио- и телепередачи были посвящены Татимбету. Представлены фото потомков Татимбета, поэма «Мурагет» Клеуказы Бессимбекова. Ноты Кюш Татимбета представлены в следующих музыкально-этнографических сборниках. Сборники Татимбет Саржавял под редакцией Мурата Усенова. Собраны те выдающиеся Кюши. Наряду с нотной записью дается история создания каждого произведения. Существенное значение имеет предисловие, написанного Олега Кенова, который повествует о жизни творческих Кюши и его последователей. В музыкально-этнографическом сборнике Аджана Тохтавана и Мурата Бубазы Татимбет и Арки даны ноты 28 кюш Татимбета, а также 35 кюш аркинской традиции, представлены творческим наследием его талантливых последователей. Сборник дополнен несколькими ранее не публиковавшимися произведениями, а также легендами и преданиями о происхождении кюш Татимбета и Сараарка. Труд был издан в год 190-летия гениального Кюши. Отметим и музыкально-этнографический сборник «Казахстан Шерпи Кюлеры» под редакцией Жанкали Жазбаева, где собраны образцы разных инструментальных школ черпи, таких как арпа, джексу, каратау, Восточный Казахстан, и собраны из Золотого фонда Казахского радио и телекорпораций.
В статье Мухамбетовой и Гамарги «Генезис и функция Салов и Серы в казахском обществе» творчество Татимбета рассматривается с точки зрения Салов и Серы, приводится наблюдение и умозаключение по этому поводу. Особо необходимо отметить кандидатскую диссертацию Марины Гамарги, специально направленное исследование творчества Киши как представителя центральной казахстанской традиции Шекпи, который был учеником Байдукита Куандыка. В работе представлены биографические сведения, собранные из архивов, из общения с респондентами, потомками Киши из Каркаролинска. Марина Гамарник пишет, что исполнение и создание клип направлено прежде всего на слушателя. Произведения возникли в зависимости от ситуации и обстановки. Киши постоянно совершенствовался, участвовал в творческих состязаниях торгцев, профессионально выступая от имени народа. Вместе с тем автор сопоставляет деятельность Татимбета с творчеством Салов и Серет и выделяет следующие черты: образный строй, автентская мелодическая формула, термин Гельмановой, разнообразное содержание, ладомелодические особенности, деление комбинационных зон, форма близкой песни, использование четырехголосия на расстоянии, расслоение фактуры. Необходимо отметить, что это одна из первых уникальных музыковедческих работ, в которых представлены биографические и архивные данные, а также анализ лада, формы и жанра киев Татимбета, подчеркивая и связь с песнями. Таким образом, творческое наследие выдающихся Киши было объектом исследования филологов, этномузыковедов, писателей. Подчеркнем, что в области этномузыковедения уникальным в этом отношении является композиционная работа Марины Гамарги. Было бы замечательно, чтобы эта работа была опубликована, переведена на казахский язык. Творческое наследие Татимбета – это уникальное искусство, репрезентирующее особенности казахской инструментальной традиционной музыки Архимского региона. Было, есть и будет объектом изучения исследователей разных областей знаний. Следующий доклад Амини Рената Ракиповна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Карагандинского колледжа искусств имени Татимбета, магистр искусствоведения. Тема доклада: пути обновления интерпретационной практики в курсе казахской музыкальной литературы на примере Киев Татимбета. Добрый день, уважаемые участники конференции. Современное музыкальное образование характеризуется не только передачей знаний, но и развитием у студентов способностей к интерпретации, осмыслению музыкального текста через личный творческий опыт. Это актуально для курса казахской музыкальной литературы, где важно соединять традицию и современные художественные подходы. Основой для совершенствования интерпретационных навыков может служить творчество выдающихся кюйши, в том числе Татимбета, яркого представителя традиции Шекпи. Его кюи отличаются глубиной философского содержания, богатством интонаций и тонкой лирикой. В академическом преподавании долгое время преобладал описательный подход. Внимание уделялось историческим фактам и формальному анализу. Однако кюи Татимбета – это не просто памятники прошлого, а живые тексты, требующие художественного прочтения. Казахская песенная и инструментальная импровизация – это прежде всего живая речь, это действительность. Отсюда вытекают широкие творческие перспективы, пишет Борис Асафьев в своей работе «Три статьи о казахской музыке». Это утверждение позволяет рассматривать кюи не только как образцы народной традиции, но и как выражение индивидуального музыкального мышления. Характерное звучание струнного инструмента при традиции, раскрывая новые смысловые грани образа, размышления, тоску, внутренний поиск. Особенность исполнения заключается в том, что лира – необычный инструмент в нашей музыкальной практике, и обращение к нему в интерпретации кюи Татимбета является уникальным творческим процессом. Фрагмент кюи прозвучит в исполнении студента колледжа Тататуллина Марлена. В педагогическом процессе приобретает обработка как форма осмысления и освоения национального стиля. Обработка кюи не только расширяет исполнительский и стилистический диапазон студента, но и способствует глубокому пониманию интонационно-ритмической природы казахской музыки.
И секвертпедия Кубыза и фортепиано в обработке Усенова демонстрирует, как ритмическая подвижность и танцевальность чертпе сохраняются даже в иной фактуре. Скрипичный тембр в данном исполнении имитирует звучание кобыза, что придает музыке национальный колорит. Для этого используется прием игры с сурдиной, позволяющий приблизить тембровую палитру скрипки к мягкому бархатистому звучанию кобыза. То есть секвертпе прозвучит в исполнении Федоренко Лилианы и Тефатулина Мадлена. Другая форма освоения учебного материала творческих интерпретаций. Авторская обработка был солдат для фортепиано студента 4-го курса Тефатулина Мадлена является ярким примером демонстрации подобной формы. Музыка сочинения имитирует игру на домбре путем использования характерных элементов фортепианной техники. Все это приближает обработку кюа жанре токкаты. Подобные творческие формы создают живой диалог между прошлым и настоящим. Мелодика Кирста Тимбета в современных обработках звучит по-новому, сохраняя при этом подлинную эмоциональную интонацию. Через инструментальные переложения, сравнительный анализ и авторские обработки развивается творческий потенциал будущих музыкантов.
Такой подход сохраняет национальное своеобразие, а также укрепляет знания об истории, культуре и традициях и достижениях своей страны. Спасибо за внимание. Келесі баяндама Серикова Алтынай Ғалымқанқызы. Күләш Байситова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің мәдениет және өнер саласы бойынша ғылыми әдістемелік ресурстық орталығының кіші ғылыми қызметкері. Тақырыбы қазіргі дәстүрлі ән өнері. Қайырлы күн, құрметті конференция қатысушылар. Мен осы колледждің негізінде. Мен бүгінгі бүгінгі тақырыбым қазіргі заман дәстүрлі әншілігі, басқаша атап берді. Негізі бұл диссертациямның бір бөлігі деп айтсам болады бүгінгі таңда. Қазақ халқының әр ғасырлық, сан ғасырлық тарихы бар қазынасы, жаңағы бұл әрине ән өнері. Әлеуметтік және тарихи жағдайлардың өзгеруіне байланысты қазақ халқының өнері, өмір сүру жағдайлары күрделі даму жолынан өткенін бәріміз білеміз. Сөз өнері негізі өреге ғайыптан келе қалған жоқ, яғни бізге бірден жасалған жоқ. Қазақ дәстүрлі өнерінің түп тамыры көне замандарға барып тіреледі. Яғни бабаларымыздың орта ғасырдың өзінде мәңгі өлмес мұралар жасап кеткен. Көне заманнан келе жатқан ән және күйлер, мақал-мәтелдер, ертегілер, аңыздар бүгінгі күннің айғағы болып отыр деп айтсақ болады. Негізі 21 ғасырда 8 қырлы, 1 сырлы деген мақал-мәтелді біз диссертацияда негізі бір басқа жағынан қарастырып көрдік. Яғни бүгінгі таңда дәстүрлі әншілер, қазіргі таңдағы дәстүрлі әншілер жан-жақты өздерін дамытып жүр деп айтсақ болады. Негізінде, өйткені бір жағынан қандай мәселелерді анықтадық. Біріншіден бұл дәстүрді сақтау үрдісін қарадық. Екінші жағынан олардың эстрада өнерімен және концерттік форуммен үйлесетінін байқадық. Үшінші жағынан интернет және әлеуметтік желінің белсенді түрде әсер етуін байқаған болармыз. Төртінші жағынан әншілердің, яғни ұстаздық жолын айтып кетсем де болады. Дәстүрлі әндердің таралуы және бұл әндердің біздің заманымызға, дәуірімізге жетуі халық әншілерінің өнерімен, өмірімен тығыз байланысты. Яғни бұл дегеніміз ұлттық дәстүрді сақтап қана қоймай, бұрынғы немесе өткенгі деп айтып кеткен болатынбыз. Бүгінгі арасында көпір салушы ретінде жалғастырушы ретінде қарастырып отырмыз. Яғни 4 мектепті білетін болармыз. Ақан мектебі, Батыс мектебі, Жетісу, Сыр мектебі. Жетісу мектебін негізі Базаралы мектепке дейін жазбасам айтылмаған болар. Әр әншілік мектептің қалыптасуы халықтың тарихи жағдайымен тығыз байланысты, тағдырымен тығыз байланысты. Әнді екінші рет әкелетін, яғни дүниеге әкелетін адам ол әнші. Өйткені жаңағы әннің орындалуы, жақсы шығуы, орындаушы шеберлікке өте тығыз байланысты. Сондықтан да ән қандай ғажап болса да, оның тағдыры тікелей орындаушы шеберлігіне байланысты екенін айтып кетуге болады. Әннің өзіне тән әлемі бар, мазмұны бар, интонация жағынан мәтіннің мазмұны бар. Бүгінгі таңда байқағаным әншілердің көбінесе әнді бірден бастай салатыны, яғни мүмкін тарихын білмеуі мүмкін. Кезінде сал-серілер бірінші әнді бастамас бұрын тарихын айтып келгенде әннің шығу тарихы, яғни немен байланысты екенін айтқан болар. 19 ғасырдың көрнекті өкілдері Жаяу Мұсаның Ақсиса, Мәзіннің Қаракесек, Біржанның Жамбута, Қантерінің Құлагер әндері өте сондай бір шеберлікті талап ететін әндер. Сондықтан да бұл жерде сол әндердің сол бір нақышта орындау үшін дауыстың ғана болуы жеткіліксіз. Яғни бұл жерде әнді толығымен сезініп, табиғатына келістіріп орындау қажет. Сол бүгінгі таңда жаңағы әншілер ән тарихын, шыққан мезгілін, оның жаңағы авторларын жетілдіре бермеуі бүгінгі күннің бір ашық мәселесі ретінде қарастырылып отыр. Және ауызша мәдениет қазір барлық шығыс халықтарында, яғни ұстаз шәкірт деп аталатын таралу дәстүрін қалыптастырды. Бұл дегеніміз тікелей шәкірт өзінің ұстазының жаңағы өнер салу салтын толығымен орындау тәсілін, құпияларын өзіне қабылдап алғаннан кейін бірден жаңағы білім мен дәстүр тікелей мұғалімнен оқушыға өтетінін байқауға болады. Жалпы жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда дәстүрлі әншілеріміз эстрадалық бағытта бет бұрып кетуі бар. Бұл әрине табыс көзі деп айтсақ болады.
Екіншіден, ұлттық өнерді дәріптеп жүрген эстрадалық жаңағы бағытта бет бұру мәселесі танымал болады, біріншіден. Және дәстүрлі өнерде бірінші орында негізі дәстүр тұру керек деп ойлаймын. Сол себептен сахнада саны бар, сапасы жоқ әншілер көбеюде. Сол заманауи бағыт, сосын тағы да бір айтып кететін мәселе, бұл аранжировка, яғни дыбыс жазу, звукозапись мәселесі, яғни мысалға әншінің дауысы жетпей жатса, бірден жаңағы аранжировканы келтіре салатыны бар. Бұл әрине шеберлікті екінші жаңағы планға кетуін кететін мәселе екенін тағы да қарастыруға болады. 19 ғасырда әншілердің жаңағы жанды дауысты ән шырқағанын білетін болармыз, бірақ 21 ғасырда сол әншілер қалай айтсам екен, ұстаздық жолға кеткен десе де, және жаңағы аранжировка мәселесін айтатын болсақ та, оларда бір сондай дайындық болмағандықтан дауыс мүмкіндігі бір шектеулі болып қалған сияқты көрінеді. Яғни бұл енді заманның талабы болып тұрғаннан кейін болар, бірақ бұл мәселе өте ашық түрде әлі қарастырылуда, бұл тақырып әлі жалғасады. Ұлттық өнердің жаңағы ұлт ретінде аман сау қалуының кепілі бұл өзіміздің жаңағы ұлттық өнеріміздің дәріптеуіміз. Өйткені руханияттың сау сайманы да, қару жарағы да, қорғаны да, тірегі де ұлттық өнер болып табылатынын байқауға болады. Жалпы қазір 21 ғасырда алып қарайтын болсақ, қазіргі кезде қазақылық жоғалып бара жатқан секілді, бұл да бір ашық мәселе ретінде сияқты. Сол жалпы қысқа нұсқа, қысқа баяндама болды менде, бірақ мен негізінде айтқанда 4 мектепті бірден толық қарастырған болатынмын, әлі де қарастырып жатырмын, зерттеп жатырмын. Сондықтан да бүгінгі таңда осындай баяндама. Это был наш заключительный доклад. Большое спасибо всем за участие, за содержательное выступление, коллегам за внимательность, за профессиональный интерес. И огромное спасибо тем, конечно, кто приехал к нам из других городов, от нашего теоретического отдела. Следующий. Зал, да? А может, сфотографируемся мы с теоретиками? Все-таки наша секция... Так, все, мы можем закрывать. Спасибо большое тем, кто участвовал онлайн. До новых встреч на следующей конференции. Сейчас я скажу пару слов. Поскольку я понимаю, что здесь основная площадка музыкально-теоретических дисциплин и преподавателей, я вообще, в принципе, считаю, что мозг всех заведений искусства, да, в нашем художественном направлении, это прежде всего теоретики, ну, либо музыковеды по-нашему. Лично у нас, мы сейчас уже обсудили, одинаковые проблемы, у нас нехватка качественного вообще набора, у нас вообще просто не осваиваются места. В этом году Министерство культуры проводило исследование по востребованности профессий по Казахстану. Номер 1 стоит преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. Дефицит абсолютно по всей стране. У нас даже в этом году на бакалавриат было объявлено 8 мест, и мы только освоили 4. В магистратуре мы так и не освоили 2 места, поэтому на самом деле многие наши коллеги, взрослые уже, Меджанов Метула Джумаков, говорят о том, что скоро вообще нашей профессии не будет, и мы вообще будем не нужны. Но я в это не верю, поэтому вижу, что надо развивать именно с детских музыкальных школ. И в этом году мы с бакалавриат стали принимать только на базе теории музыки. Мы перестали брать ни сворового дирижирования, да, относитесь ответственно к своей работе, с любовью, это чувствуется здесь в коридорах, везде вот навигаторы, все очень хорошо. Мы благодарим вас. В принципе, мы готовы делать как бы десанты, приезжать. У каждого у нас очень много есть что говорить, в принципе. Вот. Поэтому всем успехов, здоровья, чтобы наша профессия процветала, поскольку мы сердце абсолютно всем заведений. Да? Маленький момент сейчас.